Ассаламу алейкум, құрметлі оқушылар. Бүгін сіздерменен 8 класс биология сабағын баслаймыз. Бүгінгі өтілетұғын таза темамыз секреция безлері һәм қалқан тәрізді без. Оқушылар, организм бір бүтін система екенлігін өтілген сабақларда айтып өткен едік. Демек, организмнің іскерлігінде har түрлі физиологиялық процесслер іске асады. Демек, бұл процесслерді іске асыратұғын секреция безлері хақында бүгін ұлыма түсінікке ие боламыз. Бүгінгі өтілетұғын сабақ барысымызда секреция безлері хақында һәм секреция безлерінің түрлері, сыртқы секреция безлерінің түрлері, сондай-ақ қалқан тәрізді без хақында мағлұматларға ие боламыз. Секреция безлері хақында ұлыма түсінікке ие болсақ, адам организміндегі физиологиялық процесслерді іске түсіретұғын қандай да бір процесслер болады. Бұл процесслер секреция безлері арқалы іске асады. Демек, секреция безлерінің түрлері сыртқы секреция безлері, ішкі секреция безлері һәм аралас безлер болып үшке бөлінеді. Демек, бұл безлердің бөлінуінің мәнісі төмендегілерден ібарат. Демек, сыртқы секреция безлері деп неге айтамыз? Сыртқы секреция безлері деп организмдегі безлердің іслеп шығаратығын сұйықлықлары, егерде ол сыртқы орталыққа бөлініп шықса, сыртқы секреция безлері деп атаймыз. Егерде ішкі секреция безлері, яғни олардың іслеп шығарған сұйықлығы ішкі орталыққа бөлініп шықса, ішкі секреция безлері деп аталады. Сондай-ақ аралас безлер. Бұл аралас безлер екі тәреплеме жұмыс алып барады. Яғни, олардың іслеп шығарылған сұйықлығы һәм ішкі орталыққа, һәм сыртқы орталыққа ажыралып шығады. Соның үшінде оны аралас безлер деп атаймыз. Демек, сыртқы секреция безлеріне тоқтасақ, оқушылар. Сыртқы секреция безлеріне сілекей, ішек диуалы, асқазан диуалы, сүт, май, көз, жас безлері кіреді. Демек, бұл организмде болатұғын көз жас безлері, асқазан диуалы, ішек диуалы, сондай-ақ май һәм сүт безлері сыртқы секреция безлеріне кіреді екен. Соның менен қатар сыртқы секреция безлерінде төмендегі адам организмінде болатұғын гипофиз безі, эпифиз безі, қалқан алды безі, асқазан асты безі, жынысы безлер, бүйрек үсті безі, қалған тәрізді без бұл адам организмінде жайласқан безлер болып есептелінеді. Олардың секреті, ямаса сұйықлығы арнаулы жолменен ішкі органдар босылығы, ямаса сыртқы орталыққа шығарылады. Сілекей, асқазан һәм ішектің шылымтал қабығындағы безлердің іслеп шығаратығын ферментлері тәсірінде азықлық затлар сіңеді. Демек, сыртқы секреция безлерінің іслеп шығарылған сұйықлығы сыртқы орталыққа ажыралып шығады екен. Бұл суреттегі көрініс адам организміндегі болып атырған безлердің бөліп шығарылып атырған сұйықлықларының көрінісі. Енді сыртқы секреция безлері сыртқа шығару сұйықлығына ие. Олар дененің сыртқы бөліміне шығарады, жаңа атап өткенімдей. Демек, бұл атап айтатын өзек жас безлері, сілекей безлері, тіл асты безлері, жақ асты безлері, соның менен бірге ас сіңіру безлері, тер бөліп шығару безлері, сүт безлері де сыртқы секреция безлерінің қатарына кіреді екен. Енді ішкі секреция безлеріне тоқтаймыз. Ішкі секреция безлерінің секрет шығару жоллары болмайды. Яғни, олар іслеп шығарылған сұйықлық сыртқы орталыққа емес, ал организмнің ішкі орталығына ажыралып шығады. Олардың бөлініп шығарған гормондары демек қанға шығарылады екен. Оқушылар, суретке диққат қоямыз. Бұл адам организмінде болатұғын ішкі секреция безлері. Гипофиз безлері, эпифиз безлері, қалқан тәрізді без,
қалған алды безі, бүйрек үсті безі һәм айырша без ішкі секреция безлері қатарына кіреді. Енді аралас безлер. Аралас безлер организмдегі айырым безлер бір уақыттың өзінде ішкі һәм сыртқы орталыққа сұйықлық бөліп ажыратады. Бұл асқазан асты безі, жынысы безлер һәм бауыр тап ұсы безлердің жұмысын басқарып отырады екен. Олар аралас безлер деп аталады. Асқазан асты безі ішкі секреция безі сыпатында қанға гормондарды, яғни инсулин гормонын бөліп шығарады. Сыртқы секреция безі сыпатында болатұғын болса, ішек қосылығына ферментлерді іслеп шығарылады. Жынысы безлер болатұғын болса, қанға жынысы гормондарды, ал жынысы жолларға маек һәм тұқым клеткаларын іслеп шығарады. Сондай-ақ бауыр ішек қосылығына өт сұйықлығы, қанға, қан құрамына кіретұғын гем һәм басқа белокларды бөліп шығарады. Гем дегеніміз бұл темір белогы болып есапланады екен. Қалқан тәрізді без. Демек, ішкі секреция безлерінің ішіндегі ең үлкен без қалқан тәрізді без деп аталады. Бұл безлердің массасы 5-10 жаслы балаларда 10 грамм, ал үлкен жастағы адамларда болатұғын болса 25-30 грамм салмағында болады екен. Қалқан тәрізді без мойынның алдыңғы бөлегінде жайласқан болып, көмекейдің алдыңғы һәм екі тәріптен жауып тұрады екен. Без шеп һәм оң бөліклерден ібарат болып, жүдә көп қан һәм лимфа тамырлары, нервларменен тамилленген болады. Егер диққат қойып суретке қарасаңыз оқушылар, бұл жерде қалқан ямаса шеміршек, екінші. Бұл қалқан тәрізді бездің көрінісі, сондай-ақ жұтқыншақ, қалқан алды безі, қызыл өңеш, егірдек һәм аорта және де артерия һәм вена қан тамырларыменен тамилленген болады. Қалқан тәрізді без гормоны тироксин құрамында иод элементі көп болады. Демек, бұл бездің іслеп шығарылған сұйықлығының құрамында көп мағдарда иод элементі керек болады екен. Иод элементі организм үшін жүдә ахметлі вазифаны атқарады. Тироксин организмінде зат алмасуын тезлету һәм нерв қозғалыстарын күшейту қасиетлеріне ие болады. Тироксин жетіспегенде жас балалардың өсуі, ақлы һәм физикалық рауажлануы төмендейді. Кретинизм кеселігі пайда болады. Бұл кретинизм кеселігінің көрінісі. Бұл жас балалардағы жас һәм ақлы жақтан, физикалық жақтан төмендеуі. Бұл кретинизм кеселігінің пайда болуына алып келеді екен. Сондай-ақ микседема деп аталатұғында кеселік бар. Үлкен жастағы адамларда без жұмысы төмендеп, тироксин іслеп шығарылуы кемейеді. Демек, бұл микседема кеселігін пайда етеді. Бұл кеселікте зат алмасу асте іслеп, нерв системасы қозғалысы төмендейді. Қабақлар ісіп кетеді. Бұл көрініске диққат етіп көрсеңіз, оқушылар, бұл микседема кеселігіменен кеселленген науқастың көрінісі. Сонымен қатар эндемик зоб деп аталатұғында кеселік бар. Бұл кеселікті де қалқан тәрізді бездің жұмысы төмендеген уақытлары келіп шығатын кеселіктің бірі. Айрым жерлерде су құрамында иод элементі жүдә аз мағдарда болады, ямаса жетіспейді. Қалқан тәрізді без бұл уақытлары, қалқан тәрізді без үлкейіп, мойнында ісікілер пайда болады. Бұл көрініске диққат қойың оқушылар. Демек, эндемик зобпенен кеселленген науқастың көрінісі. Бұл мойнындағы ісіктің пайда болуы. Эндемик зоб кеселігінің алдын алу үшін ас тұзында иод элементі бар болуы керек болады. Біздер демек күнделікті тұрмыста қолданылатұғын ауқат өнімлерімізде тұз құрамында
иод бар болуы керек екен. Қалқан тәрізді без функциясы күшейіп, тироксин гормоны артықша іслеп шығарылғанда организмде зат алмасу күшейіп, нерв системасы қозғалуы артады, һәм адам жүді азып кетеді екен. Бұл вазитоп, ямаса энзимик зоб кеселіктері қалқан тәрізді без жұмысының пәсеуінен келіп шығады екен. Енді базидов деп аталатұғында кеселік бар. Бұл кеселікте көбінесе науқас адамның көздері жүді үлкейіп кетеді. Ямаса ұясынан шығып кететұғын қабілетінде болады екен. Кеселікті емлеуде қалқан тәрізді без функциясын пәсеттетұғын препаратлардан пайдалануы керек. Базы бір уақытлары бездің бір бөлегі албан тасталынады екен. Бұл хирургиялық жолменен іске асады. Енді тиреотоксикоз деп аталатұғын және бір кеселік. Қызлар ер жету дәуірінде қалқан тәрізді без функциясы күшейіп, тиреотоксикоз кеселігінің жеңіл белгілері пайда болады. Демек, бұл белгілері тез ашушаңлық, ұйқысызлық, іштейдің жоғалуы, һәм терлеу бұл тиреотоксикоз кеселігінің басланғыш жеңіл белгілері болып есептелінеді. Енді оқушылар, біз бұл кеселіктерден аулақ болуымыз үшін ауқатлық өнімлеріміздегі безлердің жұмысларын жақсылау үшін ауқат өнімлерімізде төмендегідей затлары болу керек. Ямаса витаминлерге бай болу керек, иодпенен байытылған болу керек. Сондай-ақ құрамында иод бар болған ас тұзын пайдалануымыз керек. Спортпенен күнделіклі шұғыланып баруымыз керек. Репродуктив саламатлыққа жүді ітібарлы болуымыз керек. Репродуктивлік саламатлық қағидаларын сақлап баруымыз керек. Сонымен бірге дұрыс дем алуды жолға қоюымыз керек. Егерде бұл қолданған затлардың барлығын біз ітібар берсек, жоғарыдағы айтып өтілген кеселіктерден өзімізге жұқтырмайды екенбіз. Енді қалқан тәрізді без іскерлігі үшін зәрур болған витаминлер қай жерлерде болады? Қалқан тәрізді бездің іскерлігін жақсылайтұғын зәрур витаминлер, демек, күнделіклі қолданылатұғын нан, ауқат, сүт өнімлері, палыс өнімлері, овыш мейвелер һәм балық құрамында жүді көп болады екен. Оқушылар, егер бүгінгі тема сіздерге түсінікті болған болса, үйге тапсырма беремен. Үйге тапсырмаға бүгінгі өтілген темамызды диққат қойып, сабақлықта оқып аласызлар. Сондай-ақ сабақлықтағы 21-ші беттегі тапсырмалар берілген. Сол тапсырмаларға жауап жазың һәм жауапларыңызды тексеріп көрің. Қосымша, энзимик зоб кеселігінде мойында ісік пайда болады. Энзимик зоб хирургиялық жолменен алып таслауға болама. Әне бұл сұрауға жауабыңызды дәптерлеріңізге жазып қойын. Егер тема түсінікті болған болса, мен сіздерменен қошласаман. Келесі сабақта ұшырасқанша сау, саламат болың.